Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін өте дәмді болып шығатын тауықтың етімен котлетті және де подливын жасауды көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығады, дайындап көруге кеңес беремін. Ең алдымен күрішімізді суға салып жібітіп қоямыз. Менде 2 кесе пиала, яғни күріш суға салып жібітіп қойып, жұмысымды әрі қарай жалғастырамын. Енді көкөністеріміздің сыртын ашып аламыз. Орташа көлемдегі пияз 2-ге бөліп, жартысын тауықтың етімен қосып қойдым. Қазір котлетке қосам. Жартысын турап, сәбізді де турап, видеодағыдай көрсетілгендей етіп картопты да турап аламыз, және біз горох қосамыз. Подливке дәмі өте дәмді, ерекше болып шығады. Енді қазанға майды құйып, қыздырып, алдымен пиязымызды салып, қуырып аламыз. Жақсылап қуыруымыз қажет. Алтын түстес болғанша қуырамыз. Содан соң сәбіз бен картопты саламыз. Оны да әбден қуырып аламыз. Және де сіздерде болгар боршы бар болса, укроп болса қосуға болады турап. Және де мен томаттың орнына осындай жазда жабылған банкіден қостым. Құрамында болгарский бәрі бар. Ал енді консервіленген ас бұршақты да қосып, бір қуырып маймен, содан соң су құямыз. Бұның орнына сіздер жарты ноқатты да қоссаңыздар болады. Ол да пісіп ерекше дәм береді. Енді дәмдеуіштерімізді қосамыз. Тұз, қара бұрыш, паприка және де универсал, яғни әмбебап дәмдеуішті қостым. Тағы да бір араластырып аламын. Содан соң жарты литр су құйдым. Сосын бетін жауып, алдымен қатты отта қайнағанша, содан соң қайнаған соң орташа отқа азайтып пісіреміз. Енді біз котлетті дайындаймыз. Тауықтың етін блендерден өткізіп, немесе осылай мен сияқты мясорубкіден, яғни ет тартқыштан өткізіп аламыз. Жарты пиязды да өткіземіз. Сосын 2 қасық ұн қосамыз. Ұн қосып және тұз қосқан соң қара бұрышымызды да қосамыз. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, ешқандай да бөлінбей әдемі котлеттер дайын болады. Енді жақсылап араластыруымыз қажет болады. Дәл осы әдіспен жасап пеште пісіріп алуға да болады. Ол да әдемі болады. Қалаған фигураңызбен жасап істесеңіздер. Енді күрішті пісіріп аламыз. Біз майға алдымен қуырып, сосын су құйып дайындай беруіміз керек. Котлетті бастамас бұрын қазанды су кепкен соң майымызды құйып, кішкене қызғасын, жібітілген күрішімізді саламыз. Менде 2 пиала күріш. Сіздер өздеріңіз үйдегілерге қарап жасай бересіздер. Татымына қарай тұз саламыз. Сосын жақсылап майға қуырып аламыз да, үстіне суды кішкене асырып, күріштен суды құйып, бетін жабамыз. Су тартылғанша жауып қоямыз. Содан соң су тартылып болғаннан кейін газды азайтып, кішкене араластырып осылай арасынан шариктерді осылай видеодағыдай істеп қойсаңыздар болады. Бетін жауып, жарты сағатқа қоямыз. Енді біз котлеттерді дайындауды бастаймыз. Домалақ етіп, қолымызбен жақсылап жасап аламыз. Фигуралар осылай. Енді котлеттерімізді қуыруды бастаймыз. Қуыруға арналған табамызға майды құйып, сосын котлеттерімізді көріп тұрсыздар, өте әдемі болады. Түрі де әдемі болады, жасап көріңіздер. Осылай барлығын салып, қуырып алған соң біз подливтің үстіне саламыз. Себебі піспей қалуы мүмкін арасы. Сол үшін подливтің үстіне, яғни салмасының үстіне салып 15 минутқа қойсақ та жеткілікті пісіп шығады. Бұл аралықта біздің ақ күрішімізде ақ палауымыз да дайын болды. Сонымен ыдысқа салып, ерекше етіп подливымызды салып ұсынсақ болады. Дайын болған тағамды әдемі етіп ұсынуды үйреніңіздер, әдетке айналдырыңыздар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.